25 жылдан бері алғаш рет біз унификацияны, төрт белбеудің бірігуін көреміз. Ассалаумағалейкум, құрметті Бокс Мотив арнасының тұрақты көрермендері. Біз бүгін сіздермен Дмитрий Бивол және Артур Бетербиев арасындағы жекпе-жекті талқылайтын боламыз, болжам жасайтын боламыз. Енді, құрметті достар, біздің сіздерге кішігірім өтінішіміз бар. Ол Бокс Мотив арнасын енді көріп жүрсіздер. Бұдан кейін ары қарай тек қана қазақ тілді контенттерді жүргізетін болғандықтан Бокс Мотивтің атауын өзгертсек деген шешімге келіп отырмыз. Әрине сіздер комментарийға өз нұсқаларыңызды жазыңыздар. Соның ішінен кімнің нұсқасын өзімізге бекітсек және сол нұсқа бойынша атауын өзгертетін болсақ, онда сол адамға біз 10 000 теңге сыйақы беретін боламыз. Құрметті достар, біз бүгін сіздермен екі Triple G-дің бір-бірімен жекпе-жек өткізуі секілді жекпе-жектерді талқылаймыз. Біріншісі Артур Бетербиев, екіншісі Дмитрий Бивол. Екі жігітке де толыққанды негіз бар, екеуін де Головкин деп атауға болады, себебі Головкиннің бойында тұрған таланттардың барлығын екеуі как будто бөлісіп алған секілді. Енді бұл жігіттерге жеке-жеке тоқталайық. Ресми деректер. Артур Бетербиев 39 жаста, 20 жекпе-жек өткізіп, барлығын нокаутпен жеңіп алған. Барлығын 20 жекпе-жектің барлығы нокаутпен, бұл енді таңқаларлық рекорд, және бойы 1.83, қолының құлашы 1.85. Ал Дмитрий Бивол ол 1.83 бойы, қолының құлашы да 1.83, жасы 33-те, және оның профессионалдар рекорды 20 жекпе-жек, 20-шының барлығын жеңген және 12-сін нокаутпен жеңген. Екі жігіт те СССР мектебінің түлектері, яғни Кеңес одағының кезіндегі стильдермен бокс жасады. Головкин де сол стильде, сондықтан да біз Головкин деп айтуымызға негіз бар. Екі жігіт те өте мықты, және олардың артықшылықтары, мысалы Дмитрий Бивол ол джебпен жақсы жұмыс жасайды, Головкин секілді, аяқтары өте мықты, Головкин секілді. Ал Артур Бетербиев ол Головкин секілді қысымды ұлғайта береді. Әр раунд сайын қысымды күшейте береді. Сол арқылы қарсыласқа тым үлкен қысым беріп, ол қысымға шыдай алмағандықтан ешбірі де 36 минутқа, яғни 12 раундқа шыдай алмаған. Яғни осындай үлкен жігіттер Головкиннің екеуі айқасқан секілді болады ғой, енді екі Головкин айқасқан секілді мықты жекпе-жек болғалы тұр. 12 қазан күні Эр-Риядта өтеді. Жалпы Эр-Рияд дегеніміз енді соңғы уақыттары, соңғы 1 жыл, 2 жыл ол Сауд Арабиясында керемет жекпе-жектер өтіп жатыр. Бұл жолда дәл солай унификация болады, яғни төрт белбеудің барлығы бірігетін уақыт. Соңғы 25 жылдықта бұндай төрт белбеу бірікпеген. Соңғы рет 1999 жылы өздеріңізге мәлім Рой Джонс барлық белбеуді біріктірген. Дәл осы жартылай ауыр салмақта. Енді бұл жігіттердің жалпы дәл қазір Артур Бетербиевте 3 белбеу бар. 2017 жылы IBF, 2019 WBC және WBO-ны 2022 жылы иеленген. Ал 2017 жылдан бері супер чемпион болып отырған. Жалпы супер чемпион деген енді 5 реттен көп қорғаған чемпиондық белбеулерін олар супер чемпион болады. Ол WBA бойынша, яғни қара белбеуді ол Дмитрий Бивол иеленіп келе жатыр соңғы 7 жылдықта, яғни 2017 жылдан бері, және 2023 жылы IBO нұсқасы бойынша да әлем чемпионы атағын алды. Енді ол негізгі төрт белбеуге кірмейді, бірақ ол да әлем чемпиондық атағын береді. Жалпы екі жігітті де сипаттай келе біз ең үлкен бір нүктеге тоқталайық. Бұл біздің арнаның жүргізетін, яғни бұған дейін де, бұдан кейін де неше түрлі болжамдар жасалады, неше түрлі талдаулар жасалады, бірақ дәл осы тұсты көп адам көп айта бермейді деп ойлаймын. Сондықтан мен бірінші пункт ретінде осыны қосамын, ол психологиялық, менталды жағдайлары. Бұл өте маңызды. Дәл қазір жекпе-жек барысында екеуін зерттей келе, бұл тұста Биволдың сәл минус жақтары көрініп қалып жатыр. Ең бірінші оның ажырасуы, отбасылық жағдайы. Енді дәл қазір оған үлкен соққы болып тиюде, осының барлығы оған қосымша қысым болуда. Яғни оны ол өз-өзіне жасап жатыр, және бұл ол үшін қиын таңдаулардың бірі. Енді өздеріңізге білесіздер, әлеуметтік желіде жаңа келіншегінің үйіне барғаны, балаларын көруге, басқа деген сияқты балаларны таласу, бұған дейінгі ақшаларды екіге бөлу сияқты соттар жүріп жатыр. Оның барлығы Биволдың
тыңғылықты миының тынық күйінше жаттығу жасауына жағдай жасамауы мүмкін. Бірақ бұның барлығы енді керісінше қысымды көбейтіп, жаттығуды ұлғайтып, күшейіп кетуіне де әсер етуі мүмкін. Бірақ көп жағдайда бұл кері әсерін беріп жатады. Ал Артур Биттербиевтің психологиясы өте сауатты, өте мықты болып тұр, өте салқынқанды. Оны мына бір сұхбаттан байқауға болады. Бұл сұхбатта жалпы Биттербиевке былай сұрақ қояды. Сіз енді өте мықты жігітпен жекпе-жек өткізгелі отырсыз, бұл жекпе-жекті қалай бағалайсыз деген кезде Артур Биттербиев былай дейді. Мен енді поисктар жинаған жақсы көремін, бұл да менің тағы бір поиск алуымның бір белгісі дейді. Және осыны өте қарапайым, өте скромный болып айтып отыр, смело айтып жатыр былай келген кезде. Ал бұған Биволдың реакциясы кішкене ашуы қозып тұрғандығы енді көрініп тұр осы жерде. Жалпы бокста білесіздер, ол айла тәсіл және ол эмоцияны басқара алған адамдар жеңіске жетеді. Сол секілді енді Биволдың эмоцияға беріліп кететін сәттері бар. Сол сәттерде ол ашық ұрыстарға барады. Ал бұндай ашық ұрыстар енді басқаларға сәйкес келгенімен дәл Биттербиевке сәйкес келмеуі мүмкін. Себебі Биттербиев секілді өте қысымды ұлғайта беретін, әр раунд сайын қарсыласын психологиялық тұрғыдан, менталды тұрғыдан сындырып тастауға ұмтылып тұратын Биттербиевке қарсы бұл айла тәсіл өтпеуі мүмкін. Аяқтарының өте жақсы жұмыс жасауы, джебтерді өте сауатты қорғанады, өздеріңіз білесіздер Биттербиев. Бұның барлығы Биволға көмектеспей қалуы әбден мүмкін. Егер Биттербиев қысымын ұлғайта беріп, және психологиялық тұрғыда сауатты болып, эмоциясын басқарып, ал Бивол эмоциясын басқара алмай тұрса, онда өкінішке орай біз Биттербиевтің жеңісін көріп қалуымыз да мүмкін. Және раундтар соңына дейін жетпей қалуы да мүмкін, яғни ерте аяқталуы да мүмкін. Ал енді бұған дейінгі қарсыластарына назар аударатын болсақ, енді Канелоны жеңген екі спортшы болатын болса, оның бірі осы Бивол. Сондықтан да Канело да енді Биттербиевке сәйкес келеді, ұқсас, негізі екеуі де қысымды қатты жасайды қарсыластарына. Сондықтан да енді ондай жігітті жеңгеннен кейін Бивол жеңу ықтималдығы да бұл жерде бар. Яғни Канелоны жеңді, енді Биттербиевті де дәл солай жеңуге мүмкіншілігі бар негізі Биволдың. Енді Артур Биттербиевтің ең үлкен қарсыласы ол Каллум Смит, және ол Каллум Смит өздеріңіз білесіздер, бір-ақ адамнан жеңілген Артур Биттербиевке дейін, ол Канело. Яғни екеуін байланыстырып тұрған ол Канело. Яғни Канело құлатқан Каллум Смитті, және дәл сол Каллум Смитті Артур Биттербиев 7-ші раундта құлатты. Яғни Канело мен Биттербиевтің күштері тең деуге болатын шығар. Бірақ бұл жерде күш қана емес, ойнайтын нәрсе, яғни жеңіске жету үшін күш қана қажет емес, жаңа айтқанымызда психологиялық, менталдық жағдай, және де жалпы қарастырылып тұрған жағдайлар. Ал қарастырылып тұрған жағдайларға келетін болсақ, ақшаға келейік, ақша екеуіне бірдей көлемде ақша беріліп тұр. 10 мың доллардан екеуіне де жалпы бұл екі жігітті де бөліп жарып жатқан жоқ, сен мықтысың деп. Себебі екеуі де шынымен де мықты, екеуі де барлығына лайық. Енді поискі ананікі көп, мынанікі аз деп олай бөліп жатқан жоқ. Екеуі де шынымен де мықты жігіттер екендігін дәлелдеп келе жатыр. Ал енді келесі бір пункт бұл Биттербиевтің ауырып қала беруі. Яғни соңғы сәттерде оның көп жарақат алуы, жасының үлкен болуы бұл жерде Биволға оң пайдасын береді. Кезіндегі Канело мен Головкин жекпе-жегі секілді, Канело жас болып тұрды, 27 жасында шықты. Дәл сол секілді Биттербиевте дәл қазір, Биволда дәл қазір Биттербиевке қарағанда әлде қайда жас. Сондықтан енді бұл фактор әсер етуі мүмкін. Енді қанша дегенмен жас өзінікін алады. Бұған дейінгі жеткен жетістіктер басқасы енді барлығы көп көмектеспей қалуы мүмкін. Әуесқой рингтегі екеуінің жетістіктеріне келетін болсақ, жалпы әлем чемпионы болған Биттербиев, және одан бөлек 2 рет Европа чемпионы болған, және әлем кубогын жеңіп алған екен 2008 жылы. Яғни карьерасын бастап жатқан сәттерде мықты жеңістерге қол жеткізе алған. Бірақ өздеріңізге білесіздер, Александр Усиктен жеңілген Олимпиадада. Енді одан кейін Бивол жалпы ол үлкен жеңістерге қол жеткізе алмаған ересектер арасында, бірақ жасөспірімдер кезінде көптеген жетістіктерге жеткен. Ал жалпы әуесқой бокстағы карьерасында ол 283 жекпе-жек өткізіп, оның 268-ін жеңген. Яғни 15 рет қана жеңілген. Ол көп маңызды турнирлерде ғана жеңілген, ал қалған турнирлерде қарсылас шақ келтірмеген екен. Ал бірақ енді
кейбір жарыстарда чемпион атанған, халықаралық жарыстарда, бірақ нағыз чемпионаттарды жеңіп алмаған екен. Жалпы екеуі де өздеріңізге мәлім, ол ксро бокс мектебі, екеуі де шаршамайды, екеуі де өздеріне физикалық тұрғыда көптеген қысымдар, көптеген нагрузкалар жасау арқылы жаттығу жасайды. Енді бұның барлығы ертең сынға түскен кезде өте қысымы көп, давлениесі дейді ғой, қысымы өте көп жекпе-жек болғалы тұр. Сондықтан көруге өте тұрарлық жекпе-жек, және кім жеңсе де енді мықты жеңіске жетейін деп тұр. Ары қарай енді кім жеңсе, сол Канеломен шығатын шығар. Сонымен енді Канелода екі салмақта абсолют болуға мүмкіндік болайын деп тұр. Жалпы мен үшін өте қызық жекпе-жектердің бірі. Психологиялық жағынан мойындауына байланысты тағы бір дүние. Жалпы Бивол ол өзіңіз үшін ең мықты, ең лучший дейді ғой, ең үздік боксшылар кім деген кезде, ол Бетербиев, ол Канело деген болатын. Яғни осы бір сөзіне қарап кішігірім бір тұжырымдама жасауға болады. Ол іштей Бетербиевті де мойындайды деген сөз. Бірақ мойындап тұрған, өзі мойындайтын Канелоның өзін жеңді ғой. Сондықтан мойындап барып жеңіске жетуге де ықтималдығы өте жоғары. Ал Бетербиевтің сенімділігі өте жоғары. Енді онымен анау техника жағынан келетін болсақ, енді Бетербиев барынша техникалық жағынан өзінің әлсіз екендігін біледі деп ойлаймын Биволға қарағанда, және сол үшін ол барынша қысымды көбейтті, ал жақын қашықтықтан төбелесуге ұмтылады. Ал Бивол ол техникамен, яғни соққылардың көптігімен, жаңағы сериялық соққыларының көптігімен, Канелоны дәл солай жеңді ғой. Дистанцияны ұстады, көбірек соққыларды жасады, және сол көп соққыларының енді күшсіз болмаса да, ол соққылары құлатуға негізделмесе де, дәл солай енді Биволдың мақсатында негізі құлату деген жоқ, тек қана очкомен ойнау, яғни бұрынғы әуесқой стилінде әлі де бокс жасап, сол стилі енді кәсіпқой бокста да сәтті болып жүр. Бұл жолы қалай болатындығын енді көреміз. Сіздер кім жеңеді деп ойлайсыздар, кімге жанкүйер боласыздар, оның барлығын комментарийға жазыңыздар. Және бұдан кейін түрлі талдаулар болады. Сол талдаулардан біздің талдау қандай ерекшелігімен ерекшеленеді, оны да комментарийға жазыңыздар. Мен өз басым сіздерден күтемін, комментарийлеріңізді оқимын. Бұл керемет ғасыр жекпе-жегі болатындығы сөзсіз. Ғаламат жекпе-жектердің бірін бірге тамашалайық.